Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атау септік. Ендеше балалар, сабағымызды көңілді бастау үшін мына өлең шумақтарын бірге айтайық. Мен айтамын, ал сендер қайталайсыңдар. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, сәлем бердік сіздерге, құрметпенен біз. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, сабағымыздың басында үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үй тапсырмасын біз түртіп алу стратегиясы арқылы тексереміз. Мен сендерге бірнеше сөздер беремін, ал сендер сол сөздерден кім не сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жазасыңдар. Жарайсыңдар балалар. Ендеше алдыңғы тақырып есімізде қалыпты. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта біз атау септігі туралы айтатын боламыз. Атау септігі кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Атау септігіндегі сөздер сөйлемде негізінен бастауыш болады. Олай болса балалар, тақырыпты тереңінен түсіну үшін жаттығулар орындап көрейік. Оқулығымыздағы 31-ші жаттығуға назар аударыңдар. Мәтінді оқып шығыңдар. Оқып болсақ, мәтіннің астындағы шешім табуға бағытталған сұрақтарды тауып жазыңдар. Жарайсыңдар. Ал енді мәтіндегі алғашқы сөйлемді көшіріп жазып, бастауыш пен баяндауыштың астын сызыңдар. Бастауыштың қай септікте тұрғанын айтып көріңдерші. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір мен сендердің мұқияттылықтарыңды тексеретін боламын. Ол үшін 32-ші жаттығудағы өлеңге қараңдар. Өлеңді көшіріп алыңдар. Атау септігіндегі зат есімді тауып, олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айтыңдаршы. Сең қозғалғанда қандай қауіп-қатер болады? Ондай жағдайда не істейсің? Жарайсыңдар балалар. Ендеше бір сергіп алайық. Балалар, сонымен ережені қайталап өтейікші? Жарайсыңдар. Ендеше ереже есте қалу үшін 33-ші жаттығудағы сөздер бастауыш болатындай етіп, әрқайсысымен сөйлем құрап жазыңдар. Сендерге берілген сөздер Қазақстан, тау, көшкін, өзен, сең. Жазған сөйлемдеріңде бұл сөздер қай септікте тұр? Өте жақсы балалар. Ал енді балалар, ережені қалай түсінгенімізді анықтау үшін 34-ші жаттығуға қараңдар. Дос, әке сөздері сөйлемде бастауыш болатындай екі сөйлем құрап жазыңдар. Өте жақсы. Ал енді сызбаны пайдаланып, өз ойларыңды дәлелдеңдер. Ендеше соңғы тапсырмада мұқият болыңдар. 35-ші жаттығуға қараңдар. Көбелектерді өз гүліне қондыр ойынын ойнап көрейік. Ұшып жүрген көбелектердің қанатында септіктердің сұрақтары жазылған, ал гүлдердің гүлшелерінде септік атаулары жазылған. Септіктердің сұрағына сәйкес көбелектерді өз гүліне, яғни септігіне қондырыңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгін сендер өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Бүгінгі сабақ қызықты болды ма? Бүгін біз не туралы айттық? Атау септігі туралы айттық. Ережені еске түсіріп көрейікші? Жарайсыңдар балалар. Ендеше сабағымызды қорытындылау үшін кемпір-қосақ әдісі арқылы сабаққа кері байланыс жасайық. Тақтадағы кемпір-қосақ суретіне өз есімдерің жазылған стикерлерді желімдейсіңдер. Ең төменгі қызыл түстен ең жоғарғы орналасқан күлгін түске дейінгі стикерлерді желімдеу арқылы
өздерің сабақтағы түсінік немесе көңіл күй деңгейін білдіретін боласыңдар. Өте жақсы балалар. Сендерге көп-көп рахмет. Сабағымыз аяқталды.